Үшінші бөлім хижреттің үшінші жылы. Жорықпен басталған жыл. 625 жыл. Яһудилердің Хағып ибн Ашраб есімді мықты шайыры бар еді. Тілінің өткірлігімен даңқы шыққан ақын Бәдір шайқасынан соң мұсылмандар жеңісін қызғанып, бұрынғыдан бетер тісін қайрап, реті келгенде мазаққа айналдыратын. Пайғамбарымыз бен мұсылмандарды түкке алғысыз етіп көрсеткенімен қоймай, Меккеге жиі-жиі барып, мүшриктердің қолтығына су бүркіп, Бәдірде өлтірілген мүшриктерді жоқтап, артында қалғандардың өшпенділігін арттыра берген. Мадинада мұсылмандардың әйелдеріне, қыздарына тілін безеп, жанғалы тұрған отқа май құйған. Істеген әрекеттеріне масаттанып, масайрай түскен. Өлеңдесе ішкен асын жерге қоятын сол кездегі араб қоғамы Қағыптың бәйіттерін қалт жібермей тыңдайтын да, исламға деген өшпенділіктері артып, мүміндерге тіс қайрағандар саны өсе түседі. Қағып ибн Ашраптың алшаң басып ойына келгенін істегені мұсылмандардың жанын аяздай қарып, шыдамдарын сарыққан. Тек өлеңмен шектелмеген шайыр Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өлтірудің жоспарын жасағаны да белгілі. Ақыры не керек, Мұхаммед ибн Мәсләма атты сахаба 2-3 жолдасымен бірге жауыз Қағыпты өлтіріп тынады. Дарынды ақынның өліміне яһудилер бейжай қарап қалмайды, шу шығарып лаң салады. Хағып ибн Ашраптың бейкүнә екендігін айтып, айғайға басқандарға берілген жауап мынадай: ол бізді мазақ етіп, мұсылмандардың жанын жаралады. Тіл жарасы жазылмайды. Мүшриктерді бізбен шайқасуға, қырқысуға итермелеумен болды. Осы оқиғадан соң яһудилер аз да болса аяқтарын тартып, пайғамбарымызға, мұсылмандарға құрметпен қарайтын болды. Ашық түрде қастандық жасамағанмен, қандарында бар жауыздық бір жола жойылды деуде мүмкін емес еді. Ғатафан жорығы. Хижреттің 3-ші жылы, Рабиғул әуәл айы. Бәдір шайқасындағы жеңіске куә болған Мәдина атырабындағы пайғамбармен бейбіт келісім жасамаған араб тайпалары мазасыздана бастады. Бәдірдегі керемет жеңіс мұсылмандардың алып күші жайында ауыздан ауызға тарап жатты. Араб тайпалары өздерінше әрекет жасап қамданған болады. Сондай әрекеттің бірі Ғатафан жорығы деп аталады. Бір күні Мұхариб руынан Харис ұлы Ғаурас Ғатафан тайпасының Салаба және Мұхариб руының жігіттерін жинап, Мәдинаға баса көктеп кіруді жоспарлайды. Ондағы мақсаты мұсылмандарды үркіту және қолға түскендей болып жатса, мал-мүлік тонау. Бұл дайындық жөнінде хабар Алла Расулына дер кезінде келіп жетті. Мәдинада орнына уәкіл етіп Осман ибн Аффанды тағайындап, қолбасшы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 450 әскерімен мүшриктерге қарсы шығады. Мұсылман әскерінің біразы салт аттылар, алайда пайғамбар бастаған мұсылмандардың келе жатқанын естіген басқыншы мүшриктер бастары ауған жаққа қашып, төбе-төбені паналап тығылады. Мұсылман әскері тек Салаба руының Жабир деген жігітін ұстап алады. Тұтқын бар жайды бастан аяқ баяндап береді. Исламды қабылдаған ол мұсылмандар сапына қосылады. Басқыншылардың төбелерге жасырынғаны мәлім болған соң, пайғамбарымыз сол жерде біраз күте тұрғанды жөн көрді. Сол сәтте Алланың құдіретімен нөсер жауып, сүйікті пайғамбарымыз шелектеген жаңбырдың астында қалып қояды. Ылғал киімдерін шешіп құрғату үшін ағашқа ілген ол сол маңға тынықпақ ниетпен қисая кетеді. Басқыншы мүшриктер тығылған жерлерінен мұның бәрін көріп бақылап тұрады. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам сауытын шешіп, ағаш саясында жалғыз жатқанын аңдаған олар дереу басшылары Ғаурасқа хабар жолдайды. Мұндай мүмкіндік бола бермейді. Мұхаммед оңаша тынығып жатыр. Сахабалары келіп қорғағанға дейін жанын жай таптырайық дейді олар. Ғаураста осы сәтті күткен кісіше салып ұрып Алла елшісі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қасына жетіп барады. Қылышын жалаңдатып, ал енді сені менің қолымнан кім құтқарады? Алла, деді көтеріңкі дауыспен.
пайғамбарымыз саспастан. Содан соң, уа құдіреті күшті жаратқан, мені қарсымдағының шерінен сақта деп дұға етеді. Солай деуі мұң-ақ екен, Ғаурас екі жауырынның қақ ортасынан тиген соққыдан сенделіп барып мұрттай ұшты. Қолындағы қаруы сонадай жерге ұшып кетті. Енді Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жердегі қылышты қолына алды да, ал сені енді кім құтқарады деді. Ғаурас дірілдеп, ешкім де деді де, мен Алладан басқа тәңірдің жоқтығына, Мұхаммед оның расулы екендігіне куәлік келтіремін деп калиманы қайырды. Мұнан былай саған қарсы шықпаймын, әскерлерді ұйымдастырмаймын да деп сөзін бітірді. Алла Расулы Ғаурасты кешірді. Ғаурас кетіп бара жатып, уаллахи, сен менен әлде қайда қайырлысың дейді. Қауымына қайта оралғанда, оның түк бітірмей келгеніне аң-таң болған жолдастарына қарап, уаллахи, мен адам атаулының ең қайырлысының, ең жақсысының қасынан келдім деп жауап қайырады. Бір айға созылған сапардан соң Алла елшісі Мәдинаға қайта оралады. Ухуд соғысы 625 жыл, хижреттің 3 жылы, Шәуәл айының 7-сі. Құрайыш мүшриктері Бәдірдегі жеңілістің салдарынан күйзеліп, әлі де шайқас салған жараны ұмыта алмаған. Атқа мінер ақсақал, қара сақалдарының біразынан осы шайқаста көз жазып қалған олар саны да аз мұсылман әскерінен ойсырай жеңілгендіктерін мойындағысы келмейтін. Себебі айналадағы өзге тайпалар назарында да беделден жұрдай бола жаздаған. Сондай-ақ үйреншікті теңіз жағалауы мен Шамға апарар сауда жолының Алла Расулының бақылауында болатыны жандарына батқан. Әскери экономикалық қиыншылықтар бой көрсете бастаған. Соңғы амалдары, яғни Ирак арқылы Шамға жету ойлары да сәтсіз аяқталды. Пайғамбарымыздың қолы керуеннің жолын тосып, дүние мүлікті түгелдей алып қояды. Айтып айтпай не керек, онсыз да Бәдірден кейін мұсылмандарға кектеніп, тіс қайрап жүрген Құрайыш мүшриктері осындай жағдайлардан соң мүлде өршеленіп, өш алуға ұмтыла берді. Бәдірден соңғы бірнеше шабуылдары тағы да сәтсіз шықты. Құрайыш басшысының ұсынысы. Ертеректе Әбу Суфиян бастап Шамға барып келген сауда керуені Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қолынан құтылып Меккеге өпірімдеп жеткен. Артынша Бәдір шайқасы басталып кетіп, керуендегі тауарлар үлестірілмеген күйі Дарун Надуада сақталуға қойылады. Осы тұста әсіресе Бәдірде жақындарынан айырылған Жұбайр ибн Мутим, Сафуан ибн Умайя, Икрима ибн Әбу Жахил сияқты Құрайыштың бас көтерерлері Әбу Суфиянға былайша ұсыныс айтады. Мұхаммед үлкендерімізді өлтіріп, қабырғамызды қайыстырды. Олардан кек қайтарар уақыт келді. Керуендегі мал-мүлікті иелеріне бөлістіріп берейік. Түскен пайданы мұсылмандарға қарсы ұрысқа жұмсайық. Ұсыныс көпшілік тарапынан қабылданады. Мал дүние сатылып алтынға айналдырылды. Барлығы 100 мың алтын түсті. Үлес алатындарға 50 мыңын бөлістіріп, қалған бөлігімен ұрыс дайындықтары басталып кетті. Бәдірден жүректері шайлыққан мүшриктер бұл жолы қалың қол әзірлігіне кірісті. Жергілікті ерікті әскерлер әрдайым одақтастары болып келген Ахабеш тайпасы жігіттерінен өзге Арабстан жарты аралындағы өзге тайпаларды да көмекке шақырды. Бұл іспен арнайы топ айналысты. Ол топты шешендер, шайырлар, мәшһүр басшылар құрады. Үгіт насихат үшін халық арасына еніп, тілдерінен бал тамызып, ұрыстың маңызын айтып, көпшілікті пайғамбарымыз бен мұсылмандарға қарсы үгіттеп, қолдарынан келгендерін жасап, түрленіп бақты. Шайырдың сөзін бұлжымас заң деп қабылдайтын араб қоғамы үшін үгітшілер тобының қаншалықты әсерлі болғаны айтпаса да түсінікті. Мүшриктер қолы әзір. Көрші тайпалардан өз еріктерімен қосылғандар мен жалданғандарды қосқанда, мүшрик армиясы 3000 әскерден құралды. 700-і сауыт киген, 200-і атты, бұған қоса 3000 түйе алынды. Әскерлердің көңіл күйін көтеріп, оларды ұрыста қолдау, дем беру мақсатымен
армияға әйелдер де алынды. Олардың міндеті ән шырқап, дабыл қағу, қалайда әскер көңілін көтеру. Қолбасшылыққа Әбу Суфиян тағайындалды. Әйелдерді Әбу Суфиянның әйелі Бәдірде әкесінен айырылған Хинд басқарды. Жүрегі кекке толы бұл әйел Бәдірде өлген жақындарының өшін алмай қоймауға әйелдерге ант ішкізді. Құрайш қолының 3 байрағы бар. Біреуін Суфиян ибн Уайф, екіншісін Талха ибн Әбу Талха, үшіншісін Ахабиш тайпасының өкілі ұстады. Сөйтіп Құрайштар жан-жақты дайындықтарын тамамдап 20 күндік сапарға шықты. Мадинаға жеткен хабар. Мадинаға пайғамбарымызға суыт хабар жетті. Хабаршы қолында қатты Алла елшісіне табыстады. Қатта Құрайш мүшриктерінің Мадинаны басып алу мақсатымен сақадай сай қаруланып жолға шыққандығы жазылыпты. Пайғамбарымыз көкесі Әзірет Аббастың қолтаңбасын дереу таныды. Расулланың бұйрығымен сол жердегі мұсылмандарға жәрдемші болып, әрі айналасындағы оқиғалардан хабардар етіп отыру үшін оның Меккеде тұрып жатқан жайы барды. Реті келгенде Мадинаға көшкісі келетінін айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сенің отырған жеріңде істегендеріңнің өзі маңызды жихад, Меккеде тұрғаның қайырлы дегенді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам алғашқыда келген хабарды жасырын ұстауға бекінген. Алайда суыт хабар тез тарайды емес пе? Қалай дерің бар ма? Құрайштың Мадинаға шабуылдап келе жатқанынан халық әп-сәтте құлағдар болып үлгерді. Расулла алдымен Құрайш мүшриктерінің жалпы жағдайын бақылау мақсатымен бірнеше сахабасын Меккеге жолдады. Олар жолай Құрайш қолын көріп, бақылап, жай-жапсарын білген соң келген іздерімен кері қайтты. Тыңшылардың әкелген мәліметтері Әзірет Аббастың жазғандарымен сәйкес шықты. Меккеден шығып, жылдамдығын арттыра түскен Құрайш қолы Шәуәл айының басында сәрсенбі күні Ухуд тауына жақын Айнайн аталатын төбе маңында орналасты. Пайғамбарымыздың түсі. Осы тұста пайғамбарымыз бір түс көріп, оны асқабына баяндайды. Мен керемет сауыт киінген екенмін. Қылышым Зүлфихардың ұшының кертілгенін көрдім. Бауыздалған бір сиыр іле-шала бір қошқар көрдім. Асқабы, мұны қалай жорыдыңыз, уа Расулла, деп сұрады. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жауабы, бүтін сауыт Мадинада қалатынының белгісі. Қылышымның кертілгені зиянға ұшыраймын деген сөз. Бауыздалған сиыр сахабаларымның кейбіреулерінің шейіт болатынына меңзейді. Ал қошқар бір әскер қолына ишара, иншалла Алла оларды өлтіретін болады. Пайғамбарымыздың жұма күні көрген бұл түсі асхабымен соғыс жөнінде кеңесіне де әсер етеді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ансар мен мұхажирлердің басшы кеңесшілерінің басын қосып, жоғарыдағы мәселе төңірегінде кеңесті. Пайғамбарымыз көрген түсінің әсерінен Мадинаны іштен қорғауды дұрыс деп ойлаған. Сонда да болса мұсылмандардың пікірлерін сұрағанды мақұл көреді. Сахабалардың көпшілігі пайғамбарымыздың көзқарасын мақұлдады. Бұрын соңды ешбір жиналысқа қатыстырылмаған мұнафықтар басшысы Абдулла ибн Убай да осы кеңеске шақырылған еді. Ол да Мадинада қалғанды қолдады. Тек Бәдір шайқасына қатыса алмаған қаһарман жалындаған жастар Бәдірге қатысып қайтқан замандастары мен шейіт болғандар қол жеткізген ұлы дәрежеге ұмтылып, қатыса алмағандықтарына ылғи да өкініш білдіріп жүретін. Осы себепті бойында қаны тасыған жігіттер дұшпанды Мадинаның сыртынан күтіп алуға ниет білдірді. Уа Расулла, оларға жахилия кезеңінің өзінде Мадинаға бізге қарсы басқа шауып төске үрлеуге рұқсат берілмеген. Ендігі жерде ислам билік тұрғанда олардың Мадинаға кіруіне неге тосқауыл қоймасқа? Уа Расулла, біз ұлы Алладан осы күннің болуын тіледік. Бізге қаланың сыртына шығуға, жаумен бетпе-бет алысуға рұқсат ет. Енді бір тобы, уа Расулла, егер біз оларды сырттан тосып алмасақ, дұшпан бізді қорқақ, әлсізге жориды да батылдана түсуі әбден мүмкін деп қиылды.
Мұны айтқандар қатарында батыр әрі батыл Хамза Сағыт ибн Убада және Нуман ибн Малик сынды жауынгер сахабалар болды. Әсіресе әзірет Хамза: уа Расулла, саған кітап түсірген Алланың атымен ант етемін, мына қылышыммен Мадина сыртында Құрайыш мүшриктерімен шайқасқанша нәр татпаймын деп қолқалап қоймай қойды. Әзірет Хайсаманның сөзі. Әзірет Хайсама Бәдір шайқасына қатысуға ниет білдіріп, ұлы Сағытпен араларында жеребе тасталып, ақыры Сағыттың жолы болғанды. Сағыт сол жолғы ұрыста шейіттік шәрбәтінен сусындап мәңгілік сапарға аттанған. Енді шейіт әкесі Әзірет Хайсаманың сөзіне құлақ түрсек: уа Расулла, Құрайыштар шөлдегі барша араб тайпаларынан Ахабештен әскер жинап келе жатқан көрінеді. Түйемен, атпен баса көктей келіп біздің жерімізге түсіпті. Енді бізді сырттай қоршауға алады, сосын келген жолдарымен кері қайтады. Бірақ жай қайтпайды, әңгіме таратады. Жамандап, не түрлі ғайбат сөз айтпасына кім кепіл? Бұл олардың өздеріне деген сенімін арттыра түсуі мүмкін. Көріп отырып қарсы алдарынан шықпасақ, елімізден, жерімізден оларды қумасақ, ертеңгі күні айналадағы өзге араб тайпалары да бізге көз тікпес пе? Алла тағала бізді Құрайыш мүшриктерінен басым түсірер деп үміттенейік. Олай болмаған күнде өлерміз, шейіт болармыз. Мен Бәдірге қатыса алмай, шейіттіктен махрұм қалып ем, шейіт болуды армандаумен күн кешіп келемін. Кеше түнде сол Бәдірде шейіт болған ұлымды түсімде көрдім. Ажарланып кетіпті. Жәннат бақшасында, бұлақ жағасында серуендеп жүр екен. Маған жәннатта жолдасым бол, мен Раббымның уәде еткен ақиқатына қол жеткіздім деді. Таңертең ояна салысымен жәннаттағы ұлыма жолдас болуды армандай бастадым. Кәрілік те жеңіп барады. Ендігі жерде ұлыма қауышсам деймін. Уа Расулла, маған шейіт болу нәсіп болсын. Жәннатта ұлым Сағытқа жақын болайын. Сол үшін Алладан тілек тілесең деп едім деді. Адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Әзірет Хайсаманың тілегін сол жерде орындады. Соңғы шешім. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көпшіліктің жауды қаланың сыртынан тосу туралы тілегіне орай ұрысты ашық алаңда өткізуге шешім қабылдады. Сабыр мен төзім болса, Алла бұл жолы да көмегін аямас. Біздің міндетіміз жігер мен қайратты ұштастыру ғана, деді ол. Күн жұма. Пайғамбарымыз жұма намазын қылдырған соң мұсылмандарға жихад жайында, оның маңызы, оған дайындық туралы кеңінен әңгімелей келіп, жихадта тартыншақтау, кешігу, әлсіздік, сабыр сақтап алған бетінен қайтпаған жағдайда Алладан жәрдем келер. Сабырлы, шыдамды болыңыздар. Сабыр мен төзім болса, Алла көмегін аямайды, деді. Мұнан соң Алла елшісі екінді намазын да жамағатпен бірге оқып, Әзірет Әбу Бәкір мен Әзірет Омарды ертіп үйіне барды. Екі айнымас серік пайғамбарымыздың шайқасқа дайындығына көмектеседі. Пайғамбарымыз Сауд Сайманын сайлануға кеткенде сыртта топ-топ болып жиналған мұсылман әскерлерінің назарын Сағыт ибн Муаз бен Усайд ибн Худайр аударды. Мадинадан шығуды қаламаса да, сендер қаладан шығуды ұсынып, тас табандап тұрып алдыңдар. Ал оған әмір көктен келетінін естен шығардыңдар. Әлі де болса бұл істі оның қалауына бергендерің жөн. Соның айтқанымен жүрейік, деді. Манағы дұшпанмен сырт алаңда кездесуге асығып тұрғандардың көбі бұл сөздерден соң тосылып, тіпті өкінген сыңай танытты. Расулла сауытын сайлап, қылышын алып үйден шыққанда, бәрі бір ауыздан: уа Расулла, сен қаламағанға біз де қарсымыз. Егер қаласаң, Мадинада қалып, ішкі қорғанысқа көшейік, деді. Расулла саллаллаху алейхи уассалам былай деп жауап берді. Пайғамбар сауытын киініп сайланған соң, дұшпанмен шайқаспастан, оның жауымен арасында Алланың үкімі шыққанға дейін сауытын шешінуі жөн емес. Шапшаң бұйрықты орындауға кірісіңдер. Алланың атын ауызға алып жолға шығыңдар. Шыдам мен сабыр көрсеткен сайын Алланың көмегі жететін болады. Ислам әскері. Мұсылман әскерінің жалпы саны 1000-ға жуық еді. Яғни небәрі Құрайыш қолының 1/3-ақ.
жүзі ғана сауыт киінген. Әскердің 3 байрағының біреуін Мұсғаб ибн Умайр, Аустердікін Усайд ибн Худайр, Хазраждардікін Хубаб ибн Мунзир ұстады. Мұсылман қолы сапарға дайын. Пайғамбарымыз атына мініп, садағын иығына асып, найзасын қолына алды. Мәдинада орнына Абдулла ибн Үмі Мақтумды қалдырды. Сауыт киінген 2 сахаба Сағд ибн Муаз бен Сағд ибн Убада алдында, мұхажиттер оңында, солында ілгері жылжыды. Ислам әскері Сәния төбесіне жеткен. Пайғамбарымыз арт жақтан қалың нөпір әскердің келе жатқанын көрді. Бұлар кім деп сұрады Расулла. Мұхажит сахабалар Абдулла ибн Убай бастаған яһудилер мен олардың одақтастарынан құралған 600 адамдық әскер қолы деп жауап берді. Олар мұсылмандықты мойындады ма? Жоқ деген жауапты ести сала, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жылдан барып кері қайтарыңдар, олардың көмегіне зәру емеспіз деді. Пайғамбарымыздың әскер қолын тексеруі. Ислам әскері Шайхайн төбесіне келгенде, Алла елшісі әскерді бақылап, арнайы тексеріп шықты. Сол жерде 15-ке жуық жас балаларды саптан шығарып қалаға қайтарды. Жас жеткіншектердің кейбіреулері тайсалмай, мүшріктері қарсы соғысқысы келетіндіктерін айтып, саптан шығармауын өтініп тұрып алады. Солардың бірі Рафих ибн Хадиш еді. Бойының қысқалығын білдірмесі үшін кішкентай мұхажит аяғының ұшымен тұрып, ұзын көрінгісі келіп әлекке түсті. Расулла оны байқамай қалған жоқ әрине. Бір сахабаның «Уа Расулла, Рафих оқты дәлдеп атады» деген қолдауынан соң баланы саптан шығармайды. Рафихтың әскер қатарында қалғанын көрген Самура ибн Жундуб та әкесіне жалбарынып, мен күрескенде Рафихты жеңем ғой ылғи да, мені де әскерге алсыншы дейді. Әкесі Мурай ибн Синан баласының тілегін пайғамбарға жеткізді. Расулла 2 баланы күрестіріп, Самураның расында да Рафихты жеңгеніне куә болған соң, бала көңілін қимай, оны да қатарға тұрғызады. Небәрі 14-15 жастағы бұғанасы қатпаған жас сахабалар жан тәнімен мұхажиттер сапында соғысуға ұмтылғанды. Пайғамбарымыз әскерлерін бастан аяқ бақылап болғанда күн ұясына батуға таяған. Біраздан соң Біләл Хабаши намаз шамның азанын оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұхажиттерге намаз қылдырды. Құптаннан соң әскерлер жатып тынығуға ыңғайланды. Мұхаммед ибн Мәсләма бастаған 50 әскерге күзетшілік міндеті жүктелді. Құлқын сәріден жиналған мұсылмандар қолы Ухудқа қарай бағыт алды. Екі жақта бірін-бірі көре алатындай қашықтықта. Қарсы беттен дұшпан әскері анық көрінеді. Мұхажиттер майданында таң намазының азаны оқылып, көк түрлегендей әсерде. Мұсылмандар сапқа тізіліп, қаруланған күйі ұлы имамға үйіп, жаудың көз алдында намаздарын оқып шықты. Содан соң пайғамбарымыз сақтық мақсатымен сауытының үстінен екінші бір сауыт, тақиясының үстінен темір дулыға киеді. Екі жақ қарама қарсы орнықты. Әркім өзінше ұрыс тәртібін қадағалауда. Дәл сол сәтте жол бойы тарыншақтап келген Абдулла ибн Убай ортаға шығып айқайға басты. Мұхаммед жап-жас жігіттердің сөзіне еріп, менің айтқаныма құлақ аспады. Ей жұртшылық, біз мына жерде не үшін жан беруіміз керек, түсіне алмадым деп қауымынан және мұнафықтардан құралған 300-дей әскерімен саптан шығып кері қайтты. Мұнафықтар кеткен соң ислам әскерінде бас аяғы 700 кісі қалды, яғни Құрайыштың 1/4-дей ғана. Абдулла ибн Убай мұнафықтарды ғана емес, мұсылмандарды да ертпек болды. Оның айтқанына құлақ асқан Салима және Хариса руының кейбір жігіттерінің ойы бұзылып, 200-лерге қосылмақта болды. Бірақ Алланың құдіретімен олар лезде күмәндарынан айығып, алған беттерінен қайтпауға бекінді. Мұнафықтарға қатысты түскен аят. Мұнафықтардың соғыс майданында ислам әскерінен бөлініп Мәдинаға кері қайтқанына қатысты төмендегі аят түсті. Екі жақтың әскерлері бетпе-бет келген күні сіздерге келген қиындық та Алланың әмірімен болды. Бұл Алланың мүміндерді бөліп, мұнафықтардың нақты білінуі үшін. Оларға келіңдер,
алла жолында шайқасыңдар, немесе ең болмаса дұшпанның өздеріңе, отбасыларыңа зиян беруіне тосқауыл қойыңдар делінді. Біз шайқаса алатын болсақ, міндетті түрде арттарыңнан ерер едік деді. Олар ол күні иманнан гөрі күпірге жақын еді. Ауыздары мен жүректерінде жоқ нәрсені айтатын. Алла олардың жасырған нәрселерін өте жақсы біледі. Али Имран 166-167 аят. Мұхайрих ислам әскері сапында. Мұхайрих ехудилердің атақты ғалым еді. Мадинада байлығымен де аты шыққан. Алла елшісін өздерінің қасиетті кітаптарындағы сипаттары бойынша танитын, бірақ қауымынан тартынып, әрі ата дінінің әсерінен аяқ алмағандықтан білгендерін ашық айтпайтын. Осылайша Ухуд соғысына дейін жасырып жүрді. Пайғамбарымыз әскерлерімен Ухуд соғысына шыққан тұста шыдамы таусылған ол: «Уа яхуди жамағаты, уаллахи, сендер Мұхаммедтің пайғамбар екенін, оған көмектесуге міндетті, жауапты екендіктеріңді жақсы білесіңдер» деді. Яхудилер: «Бүгін сенбі, басы артық ештеңеге алаңдай алмаймыз» деп жауап берді. Олардан ізгілік шықпасына көзі жеткен Мұхайрих қылышымен азығын алып, туысқандарының біреуіне: «Егер алда-жалда бүгін өле кетсем, мал-мүлкімнің бәрі Мұхаммедтікі, не істеймін десе де өз еркі» деп өсиет етіп, ислам әскері қатарына қосылады. Шейіт болғанша ол мүшриктермен қырқысады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ол туралы Мұхайрих яхудилердің қайырлысы деген. Мұхайрихтің өсиеті бойынша шейіт түскен соң пайғамбарымызға оның Бисап, Сафия, Деляль, Хусна, Ауаб, Бурха және Машраба аталатын 7 бақшасы беріледі. Мұхайрихтің мал-мүлкі түгелдей ортақ қорға аударылды. Ислам әскерінің орнығуы. Күн сенбі болатын. Пайғамбарымыз атынан түсіп, саны аз, алайда иман мен батылдығы басым әскерін аралап шықты. Әскерлерінің арт жағында Ухуд тауы, бет бағдары Мәдинаға қарап орналасқан. Алла Расулы саллаллаху алейхи вассалам маңызды нүктелерді іштей есептеді де, ең алдымен Айнайн төбесіне 50 адамдық атқыштар тобының орналасуына бұйрық берді. Басшысы етіп Абдулла ибн Жұбайрды тағайындады. Олардың міндеті Ухуд пен Айнайн арасындағы өткелді қорғау, сол тұстан жау әскерінің мұсылмандардың артқы жағынан келіп бас салмауын қадағалау. Пайғамбарымыз атқыштарға былайша бұйрық берді: «Дұшпанды жеңгенімізді көрсеңдер де, сендерге хабар бермейінше, адам жібермейінше орындарыңнан қимылдаушы болмаңдар. Жаудан жеңілгенімізді көрсеңдер, онда да орындарыңды тастап көмекке келем деуші болмаңдар». Бұйрық нұсқауын 2 рет нақтылап айтқан соң, пайғамбарымыз атқыштарға қарап: «Құстар өлі денемізді шұқып, қарық боп жатса да, хабаршы адам келмейінше бір қарыс қимылдаушы болмаңдар» деп тағы да тапсырды. Пайғамбарымыздың әмірі мен нұсқауы осылай нақты болатын. Екі жақта сақадай сай тек бір әмірді күтіп тұрды. Мұсылмандар жағында сауыттыларды Зүбайр ибн Ауам, сауытсыз әскерді Әзірет Хамза басқарды. Мүшриктердің оң қанатына Халид ибн Валид, сол қанатына Әбу Жахилдің ұлы Ихрима басшылық жасады. Атты әскердің басшысы Сафуан ибн Умайя, атқыштардікі Абдулла ибн Әбу Рабиға. Мүшриктер жағы улап-шулап, әсіресе әйелдер жағы іштеріне іріккен ашуды шығару үшін дабылдатып, бақырып-шақырып, мүшриктердің көңіліне дейін бүркіп жатты. Мұсылмандардың қолы тәкбір айтып, дұға жасап, ауминдарды жаңғыртты. Алладан көмек сұрап жалбарынған олар қолбасшыларының салиқалы сұхбатына ден қойып тына қалған. Расул Акрам саллаллаху алейхи вассалам жихадқа, Алла жолында жан аямай күресуге, сабыр сақтап, қайыспай қарсыласуға шақырды. Көңілдері иманға толы, көздері оттай жанған жастар дұшпанға түйіле, ызалана көз тастайды. Әрбіреуінің тілегі я шейіт болу, я жеңу. Екі жақ бір-біріне жақындап келеді. Ортаға алдымен атылған Құрайш қолының байрақ ұстаушысы Талха ибн Әбу Талха болды. Айналасына тәкаппарлана қарап,
менімен жекпе-жекке кім шығады, деді ол. Қарсы тараптан Асадуллах, Алланың арыстаны атанған Әли суырылып шықты да: мені жаратқан Алланың атымен ант етемін, сені мына қылышымен тозаққа жібермейінше, не болмаса сенің қылышыңнан мерт болып жұмақтан жай таппайынша менен құтыла алмайсың, деді де дұшпанды қақ бастан қылышымен салып кеп қалды. Талха гүрс етіп құлады. Құрайыштың ту көтерген тарланның дегеннен жеңіліске ұшырауы пайғамбарымыз бен әскерлерін қуантып батылдандыра түсті. Тәкбір тағы да жаңғырды. Әзірет Хамзаның ерлігі. Талха өлген соң Құрайыштың байрағын оның бауыры Осман ибн Абу Талха алды. Онымен жекпе-жекке батыр Хамза шықты. Қас пен көздің арасында жаудың иығынан қан саулап жерде жатты. Бұл жолы туға жалма-жан ұмтылған Абдудар руының жігіті Әбу Сағид ибн Әбу Талха еді. Әбу Сағидпен тәжікелесуге қайтадан қаһарман Әли шықты. Соры қалың бейбақ Әбу Сағид қаржасуға шамасы келмей бірдемде сұлап түсті. Сағид та өлген соң Құраш байрағын Мұсаби ибн Талха қолға алған. Оның ажалы Асым ибн Сабиттің оғынан болды. Мүшриктердің туы Харис ибн Әбу Талханың қолына өтті. Ол да Асым ибн Сабиттің қолынан мерт болды. Харистен кейін байраққа ие болған Хилаб ибн Талханың ажалы Зүбәйр ибн Ауамның соққысынан болды. Мүшриктердің қайтар түрі жоқ. Жулас ибн Талханың қолында. Оның да есін жиюына мұршасын келтірмеген Талха ибн Убайдулла. Ағайынды 7 жігіт Құрайш мүшриктерінің туы астында көз жұмды. Мұнан соң кәпірлер туын қайтадан Абдудар руынан Әртәд ибн Шурахбил алды. Алуы мұң екен, қаһарман Әлидің соққысынан мұрттай ұшты. Байрақ Шурайх ибн Хариздің қолына өтті. Асхаптан бірі оны да өмірем қаптырды. Ту ұстаушылардың байрақты алуы мен өлуі қас қағымда қайталана бергенін көрген Құрайш мүшриктері қорқа бастады. Шошынғандары сол байрақтарына маңайлаудан қашқақтады. Ақыры Алқама қызы Амра жердегі туды көтеріп алып Құрайштарға табыстады. Абдудар руынан ту ұстауға лайық ешкім қалмағандықтан туды солардың құлы суап ұстауға мәжбүр болды. Хузман сол сәтті күтіп тұрғандай-ақ бірінші оның оң қолын білегінен төмен шауып түсірді. Суап туды сол қолына алғанда сол қолының басын қылышпен шорт кесті. Суап байрақты екі білегінің арасына қысып ұстамаққа әрекеттенді, бірақ көпке шыдай алмай шалқасынан құлады. Екі жақтың да шыдамы таусылды. Ұрыс басталып кетті. Шақ-шақ қылыш, зуылдаған оқтар, кісінеген ат, бақырған түйе, айнала ыза қиқуға толы. Алла жолында жанын пида етуге дайын ислам әскерлері жан тер айқасқа кірісті. Алла Расулының қолында қорқып қашсаң да тағдырдың жазуынан құтыла алмайсың деген бәйіт жазылған қылышы бар еді. Мына қылышты кім алғысы келеді деп сұрады. Ол бірнеше сахаба бірден мен алайын уа Расулла деп ұмтылды. Пайғамбарымыз мұның ақысын кім лайықты түрде өтей алады деді. Тағы да ойланбастан ортаға атылғандар болды. Араларында Әбу Бәкір Сыдық, Омар Фаруқ, Зубайр ибн Ауам бар. Расулла әлі де бергісі жоқ. Сол сәтте қайтпас қайсар Әбу Дужана ортаға шықты да ақысы дегенді қалай түсіндік уа Расулла деп сұрады. Расулла мұның ақысы әбден жарамсыз болып қалғанша дұшпанға оңды солды сілтеу деді. Әбу Дужана мен ақысын өтеу үшін алуға дайынмын деді де Расулланың қолынан қылышты алды. Сол беті Әбу Дужана дұшпан сапына ілгерілей берді. Жылдам адымдағаны сондай, бейне бір жай оты дерсің. Қылышын оңды солды сілтеп алдына келгенді бір-екі соққымен мұрттай ұшырып адымдай берген. Бір кезде таудың етегінде дабылдатып айқайға басқан мүшрик әйелдерінің қасына барғанын аңдамай да қалды. Қарсысындағы сұлбаға қылышын сілтей бергенде ащы айқай естілді. Бұл Әбу Суфиянның әйелі Хинд еді. Әбу Дужана шұғыл кері бұрылып басқаларға ұмтылды. Сол сәтті байқап қалған Зүбайр ибн Ауам кейінірек не үшін Хиндті өлтірмегенін сұрағанда Әбу Дужана былай деп жауап берген. Расулланың қылышына деген құрметімнен іркілдім. Қасиетті қаруды сол әйелдің қанымен былғағым келмеді.
Ислам әскерлерінің қай-қайсысы жауды жағадан алып ерлікпен шайқасып жатты. Соғыстың алғашқы аяқ алысы осылай мүшріктер мұхажиттердің қайыспай шарпысып, қар жасып шайқасуынан іркіліп тосыла бастады. Келген іздерімен бет алды қашқандар да бар. Мүшрік әйелдері болса, ерлерді жауынгерлікке үндеп, ән айтып, қашқандарды қайтарып әлекке түсті. Батылдық бастауы иманнан мүлде махрұм көңілдерге дабыл да, ұран да, жыр да әсер етпесі қақ. Құрайш әскерлері жан сауғалап қашуды тоқтатпады. Алғашқы майдан мұхажиттердің ерлігімен барын бағамдай алмаған мүшріктердің асып сасуымен нәтижеленді. Ислам әскері қатарынан бірінші шейіт болған Абдулла ибн Амр ибн Харам есімді сахаба. Ұлы Жабирдің айтуынша, Ухуд шайқасына шығарда марқұм әкесі баласына кім біледі, Ухуд күні тұңғыш шейіт болармын, бәлкім, олай боп кетсем, қарындастарыңа бас көз бол, қарыздарымды өте деп өсиет айтыпты. Алла сездірді ме екен әлде? Майдан шебінде өзгеріс. Жау әскері екіге бөлініп, шапшаң майдан алаңынан қашқан тұста мұхажиттер артта қалған олжаны жинай бастаған. Айнайын төбесіндегі атқыштар да жоғарыдан болған оқиғаны жіті қадағалап тұрған. Дұшпанның тым-тырақай қашқанына, мұсылмандардың олжа жинауға кіріскеніне куә болған олар мұхажиттерге қосылғысы келеді. Соғыс бітті, міндетімізді атқардық деп ойлаған тек басшылары Абдулла ибн Жүнбайр Расуланың әмірін ескертті. Баста айтылған нұсқауды ұмытпайық деді ол. Ескертуге қарамастан бірнеше атқыштан басқасы айнайынды тастап, майдан шебінде қалған мұхажиттерге қосылды. Олжаны жинауға кірісті. Халид ибн Валидтің қырағылығы. Атқыш қадағаушылардың орындарын тастап кетуінен атқыш шеп қорғансыз қалды. Соғыс тактикасын жетік білетін Құрайш атты әскерінің басшысы Халид ибн Валид осындай мүмкіндікті күтіп ақ жүрген. Шайқастың қызған тұсында осы өткелден атойлап кіргісі келгенімен атқыштар оқ жаудырып кері қашуға мәжбүр болған. Халид ибн Валид әскерімен бірге төбеде қалған 10 шақты мұсылман атқыштарын жайратып салған соң, ислам әскеріне артқы шептен шабуыл жасады. Күтпеген шабуылдан тосылып қалған олар әрлі-берлі қашысып әлекке түсті де қалды. Дұшпан жеңіліс тапты деген сеніммен кейбіреулері қаруларын да тастай салғанды. Бұны көрген Құрайш әскерлері қайта келіп ұрысты қыздырды. Мүлде кездейсоқ басқынға ұшыраған мұхажиттер екі жақтан қыспақта қалды. Қашқаны қашып, қалғаны құлап, сүріне қабына тарап жатты. Пайғамбарымыздың жанында 10-15 сахаба қалған. Олар бар күшімен мүшриктердің оғына да, қылыш соққысына да кеуде керіп, болмыстың падишасын саллаллаху алейхи вассалам құтқаруға қолдан келгенше қалқан болуға тырысты. Кәпірлердің лақтырған бір тасы Расуланың оң жақ астыңғы тісін сындырып, тісті шейіт етті. Маңдайы жарылып, мүбәрәк ерні қанады. Абдулла ибн Қалша есімді кәпірдің қылышы бет сүйегіне жара салды. Соққының салмағынан бет-аузын түгел тұмшалаған темір бас киім екіге бөлініп, мүбәрәк жүзіне сызат түсірді. Сүйікті пайғамбарымыздың мүбәрәк жүзіне темірдің кіргенін көрген Әбу Убайда ибн Жаррах оқша атылып Расуланың қасына келді. Әбу Бәкір Сыдыққа: «Уа Әбу Бәкір, Алла үшін Расуламен арамызда тұрма, мына темірді шығарғанша ары тұр» деді де тісімен жұлып алды. Тістерінің сынғанына қарамады да. Малик ибн Синан пайғамбар сұлтанының жүзінен тамшылаған қанды тазалады. Сол сәтте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам: «Қаным қанына тиіп араласқан адам тозақ отынан аулақ болады» деген. Мүшріктер мұсылмандарға ор қазып қойғанды. Әскерлер басы ауған жаққа тырақайлаған сындарлы сәтте байқамай, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам әлгі орға құлап кетеді. Шұңқырдың айналасын қоршалап алған мұхажиттер жау әскерін маңайлатпай қояды да, бет-аузын қан жуған пайғамбар қолбасшыны әупірімдеп шұңқырдан шығарып алады. Бетінің қанын сүртіп тұрып, ардақты пайғамбарымыз өздерін Раббыларына иман етуге шақырғаны үшін пайғамбардың бет жүзін қанмен жуған қауым қалайша жақсылыққа қол жеткізбек деп көңілдегі күпті ойды ақтарғаны бар. Сүйікті елшісінің бұл күйзелісінен соң ұлы жаратушыдан аят түсті. Онда былай делінген:
уа расулым, бұл мәселеде сенің қолыңнан келер еш нәрсе жоқ. Құлдарымның істегені сенің қолыңда емес. Алла оларға я тәубеге келуді нәсіп етіп кешірер, я болмаса өздеріне істеген залымдықтары үшін азапқа тартады. Көктегі жердегінің бәрі Алланың иелігінде. Ол қалағанын кешіреді, қалағанын азаптайды. Алла құлдарына өте кешірімді, аса мейірімді. Әли Имран 128-129 аят. Талха ибн Убайдулланың қаһармандығы. Сын сағаттары жалғасып жатты. Мұсылмандар алдыңғы артқы шептен шабуылдаған мүшрік күшінен өздерін құтқару үшін төбелерге өрмелей бастады. Расулланың жанында небәрі 15 әскер қалған. Пайғамбар қолбасшысымен бірге олар сабыр мен төзімдерін қайрай түсіп, беріспей шайқаса берген. Мүшриктер Расулланы ортаға алғанда, Әзірет Талха қылышын оңды-солды сілтеп, жалғыз өзі жау әскерін ықтырып бақты. Мүшриктің құралайды көзге атқан мергені Мәлик ибн Зухайр Алла елшісін көздеп садағын татып кеп қалады. Зуылдаған оқтың пайғамбарымызға тиетінін аңдаған Әзірет Талха дер кезінде қолымен оқты қақпақылдады. Оқ зымыраған күйі Әзірет Талханың саусағын жұлып өтті. Пайғамбарлар сардары жер бетінде тірі жүрген жәннаттықты көргісі келгендер Әзірет Талхаға қарасын деді. Расулланы саллаллаху алейхи вассалам қорғау үшін мүшриктердің оғына кеудесін тосып, жан дәрмен алысқан Әзірет Талханың қолының тамырлары кесіліп, қанға бөксе де, кеудесі шұрық тесік болып құлағанша айқаса берді. Расулла Әзірет Әбу Бәкірге Талхаға қарауын бұйырды. Әзірет Әбу Бәкір көкесінің ұлы Әзірет Талханың бетіне су бүркіп, қанын жуған соң кірпігі әрең қимылдап тілге келген шақта Талха Расулла қалай деп сұрады. Әзірет Әбу Бәкір, жақсы, мені саған бас-көз бол деп жіберді деді. Пайғамбардың хабарын алған соң жаны жай тапқан қаһарман сахаба күлімсіреп, шүкір Аллаға, Расулла аман болса қалған қиындықтар сөз емес деді. Алла жолында жан тәнімен күрескен Әзірет Талха осы шайқаста Расулла тарапынан қайырлы Талха атанады. Ухудтан қайтқанда денесінде 75 жерінен жарақат алған оның басы жарық, қолы шолақ болса да бақытты еді. Әзірет Хамза шейіт. Мұсылмандар тауға төбеге шығып тарасқан тұс. Батыр Хамза мүшриктермен жан дәрмен алысып жүр. Ия Алла, мұсылмандардың мына жағдайы үшін саған сыйынамын, сенен кешірім тілеймін деп дұға етумен болған қаһарман сахабаның қасына жолауға бата алмаған мүшриктер ұзақтан атып құлатудың шарасын қарастырған. Меккеде Уақши есімді бір құл бар еді. Қабашықтар секілді құрық салудан нысанаға алғанын қалт жібермейтін. Құрайш қолы Меккеден шықпай тұрған тұста әлгі құлды қожайыны Жұбайыр ибн Мұхтем шақырып алып, әскер сапына қосыл. Егер Мұхаммедтің көкесі Хамзаны өлтіріп, ағам Тайманың кегін қайтарсаң, еркіңе қоя берем, азатсың дегенді. Бәдірде әкесі өлтірілген Әбу Суфиянның әйелі Хинд те Уақшиге сый-сияпат беретін болады. Сонымен не керек? Бүкіл соғыс бойынша Уақшидің көздегені Әзірет Хамза еді. Әзірет Хамза мүшриктерді қырып жойып келеді. Уақши қолайлы сәтті аңдып, қалтарыста жасырынып отырады. Жаумен арпалысып келе жатқан қаһарман Хамзаның бір сәт аяғы тайып кетіп, шалқасынан құлайды. Мерген Уақши сол мезетті қалт жібермейді. Оқ зулаған күйі Хамзаның бауырына дік ете қалады. Хамза тілге келместен жүріп кетеді. Уақши мұнысымен қоймай, Әбу Суфияның делқұлы әйелінің көңілін табу үшін ержүрек шейіт Хамзаның кеудесін жарып жіберіп, өкпесін суырып алып, Хиндке апарып береді. Хинд қуанғаннан қымбат әшекейлерін Уақшиға ұстатады да айуандықпен Хамзаның өкпесін аузына салып тұрып қарш-қарш шайнайды. Өшпенділігі мұнымен де шектелмей, залым Хинд Әзірет Хамзаның қасына барып, мұрнын, құлағын білезік алға әшекей қып тағайын деген ниетпен кесіп алады. Мұсхаб ибн Умайр да шейіт. Ислам әскері анда-мұнда таралып, бастары қосылмай қойды. Қиындыққа мойымаған, өлімді қасқая қарсы алуға әзір бірнеше сахаба Расулланың қасынан бір елі ажырамайды. Солардың бірі ислам әскерінің байрақ ұстаушысы Мұсхаб ибн Умайр еді.
Ибн Қалша есімді кәпір Расуллаға жақын келіп, маған Мұхаммедті көрсетіңдер, ол аман қалса менің өлгенім артық деп айқайлайды. Сахаба Мұсқап бірнеше мұхажид, олардың қатарында әйел сахаба Несібе ханым да бар, Ибн Қалшаға қарсы шықты. Кәпір Ибн Қалша Расулланы қорғамақ болған. Несібе ханымның иығынан қылышпен салып өтті. Несібе де қарап қалмады, жауызды соққылай берді. Алайда қаскөй екі қабат сауыт кигендіктен оған шыбын шаққан құрлы әсер етпеді. Ибн Қалша қақ алдынан жолын кес-кестеген Әзірет Мұсқаптың оң қолының басын шауып түсірді. Әзірет Мұсқап исламның игілік символы байрағын сол қолына алды. Залым дұшпан бұл жолы оның сол қолын шапты. Әзірет Мұсқап шолақ білегімен туды қапсыра құшақтаған күйі бауырына басты. Мақсаты қанды қол Қалшаны Расуллаға қалайда жолатпау және ислам байрағын жерге түсірмеу. Бұл жолы Ибн Қалша мұхажиттің кеудесіне найза сұқты. Әзірет Мұсқап бұл азапқа төтеп беруге тағаты жетпей, байрақты құшақтаған күйі құлап түсті. Сөйтіп ол да шейіттік мәртебесіне көтерілді. Мұхаммед өлтірілді. Мұсқап ибн Умайр сауытын киіп сайланған шақта пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам қатты ұқсайтын. Ибн Қалша Әзірет Мұсқапты өлтіргенде Расулланы өлтірдім деп ойлаған. Сол оймен мүшриктерге жетіп барып, Мұхаммедті өлтірдім деп сүйіншіледі. Мүшриктер мәз-мейрам болысты. Біреуі тіпті тау басына шығып алып, Мұхаммед өлтірілді деп айқайға басты. Мұны естіген мұсылмандар қанаттары қайрылғандай қайғылы күйге енді. Мүшриктің байбаламына сенбеген мұхажиттер Расулланы саллаллаху алейхи вассалам іздей бастады. Әзірет Али қарсы келген жауын жапыра жүріп пайғамбарды іздеді. Майдан шебіндегі мұхажиттердің ендігі жалғыз тілегі пайғамбарды табу еді. Сол мезетте көңілдерге су сепкен дауыс естілді. Уа бауырлар сүйінші, әне Расулла, дауыс Қағып ибн Маликтікі еді. Ол Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам мүбәрәк көздерінен танығанды. Мұсылмандарға айқайлап тұрып, қолымен Расулланың тұрған жерін нұсқаған. Пайғамбарымыз қай жерде екенін дұшпанның білгенін қаламаған мұсылмандарға сүйінші хабарды жеткізуші Қағыпқа қолымен ымдап тыныш айқайлама деп белгі берді. Расулланың өлгені жайында хабардың бос әңгіме екені түсінікті болды. Жауынгер сахабалар жапа тармағай пайғамбар қолбасшыға қарай жүгірісті. Оны қоршай тұрды. Ендігі жерде бәрінің жалғыз мақсаты Расулланы көздің қарашығындай қорғау. Мақсаттары орындалды да. Жау жүрек Несібе, Үммі Умара Несібе бинт Хақ. Осынау жау жүрек әйел күйеуі және екі ұлымен бірге мұхажиттер сапында Ухудқа келген еді. Жолдасы мен балалары мүшриктермен шайқасса, өзі жаралы мұсылмандарға көмектесті. Азық, су тасуға жарармын деген. Ұрыс алаңында алмағайып оқиғалар болып, мұхажиттер бытырап, Расулланың айналасында санаулы әскердің қалғанын көрген қаһарман Несібе пайғамбарымызды қорғауға ұмтылды. Қылышын сілтеп жебе тартып ашық айқасқа кірісті. Ауыр жарақаттанғанына қарамастан, Алла Расулына мүшриктерді маңайлатпай қуумен болды. Алла елшісі біресе оңына, біресе солына шығып, жандармен шайқасқан жау жүрек әйелге қарап, «Уа Үммі Умара, сенің көргеніңе, сенің шыдас бергеніңе басқа адам төзе алмас еді» деген. Пайғамбарымыз Несібе ханымның иығынан сорғалаған қанды көріп, оның ұлы Абдуллаға «Жылдам анаңның жарасын таңып бер, әкеңдікі де солай, сенің орныңда ерекше, Алла сендердің отбасыларыңа мейірім шапағат көрсетсін» деп дұға етті. Иманнан күш алған Несібе ұрыстан шегінбеген күйі, «Уа Алланың сүйіктісі, Алладан тілек тіле, бізді жәннатта сенімен көрші етсін» деп өтінді. Алла елшісі, «Я Алла, бұларды жәннатта маған қоңсы әрі жолдас ет» деп бата жасады. Несібенің қуанышында шек жоқ. Жалған дүниеде нендей қиыншылық көрсем де, ендігі жерде бәрібір маған осы дұға жеткілікті деп Аллаға, оның елшісіне сүйіспеншілігін тағы да паш етті. Қайғылы нәтиже. Мүшриктер шайқастың күшеймейтінін аңдаған соң, ислам әскерлері қайта жиналып, өздеріне келем дегенше майдан шебін тастап кеткеннің дұрыс боларын іште есептеп, тәкаппарлана кейін шегінді. Нәтиже шынында да қайғылы, ғибратты, ойландырарлық еді.
Соғыста мұхажеттерден 70 адам шейіт болды. Мәңгілік мәрттіктің символындай болған қаһармандар Әзірет Хамза, Әзірет Мұсғаб ибн Умайр сынды сахабалар орны толмас қазаға ұшырады. Әбу Дужана Несби ханым Алла елшісін қорғау үшін жан қиярлықпен шайқасып, денелері шұрқ тесік болған. Шайқас басталғанда жеңіс мұхажеттер жағында секілді көрінгенімен, ғаламның рахым нұры Расуланың нұсқау бұйрықтарын соңына дейін орындамаған атқыш әскерлердің бір бөлігінің орындарын тастап кетуі салдарынан мұсылмандар уақытша жеңіліске ұшыраған. Ухуд жері шейіт қанымен жуылды. Ол бізді, біз оны сүйеміз деп пайғамбарымыз сипаттаған қасиетті Ухуд тауы қайғы жамылды. Пайғамбарымыз жарақаттанған, әбден шаршап шалдыққан, жүруге әлі қалмаған. Әзірет Сағид ибн Муаз бен Әзірет Сағид ибн Убаданың қолтығынан демеуімен көмектеп мұсылмандарға пана болған үңгірге қарай жылжыды. Біраз жүрген соң тіпті дәрмені құрып, қозғалуға шамасы келмей қалады. Үстіндегі 2 қабат сауыттың ауырлығы да денесін көтертпейді. Пайғамбарымыздың мүшкіл халін аңдаған Талға ибн Убайдулла тізерлеп отыра қалды да: «Уа Расулла, мін арқама, сені көтеріп жүруге менің күшім жетеді» деп пайғамбарымызды паналайтын жерге дейін көтеріп әкеледі. Алла Расулы жуынып шайынып сонда тынығады. Пайғамбарымыздың Убай ибн Халафты өлтіруі. Бәдір соғысынан бұрын Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам шайқас алаңын аралап жүріп, мынау Әбу Жахилдің, мынау Утбаның, мынау Умайяның, мынау пәленшенің өлтірілетін жерлері. Убай ибн Халап менің қолымнан өледі деген болатын. Бәдірде Әбу Жахил, Утба, Умайя тағы басқа мұхажеттер тарапынан өлтіріледі де, Убай ибн Халап қана тірі қалады. Ол Құрайыштың атқамінері саналатын. Пайғамбарымызды көрген сайын: «Уа Мұхаммед, бір атым бар, күніне 10 рет жемдеп бағамын, бір күні сонымен желе жортып келермін де сенің көзіңді жоярмын» дейтін. Пайғамбарымыз болса азғын дұшпанға: «Бәлкім, иншалла, мен сені өлтірермін» деп жауап беретін. Осы Убай ибн Халап Бәдірде мұхажеттер тарапынан жаны жаһаннамға жолданған бауыры Умайяның кегін алу үшін жанға жан деп пайғамбарымызды о дүниелік ету ниетімен Ухудқа келгенді. Расулла шип жотасына тырманған сәт Убайдың келе жатқанын көреді. Астында бордақыланған аты, өшпенділіктен қанталаған көздері арам ойынан хабар беретіндей. Сахабалар алдын кес-кестеп өткізбей қоймақшы, алайда пайғамбарымыз: «Келсін, жіберіңдер» деді. Жауыз Убай: «Ей Мұхаммед, сен аман қалсаң өлгенім артық» деп ентелей түсті. Алла Расулы қаһарына мініп найзасын ала тұра ұмтылды. Пайғамбарымыздың айбарынан сескенген Убай қаша жөнелді. Алла Расулы болса: «Қайда қашып барасың?» деп соңынан дауыстады. Убай қашып құтыла алмады. Пайғамбарымыздың лақтырған найзасы дұшпанның сауыты мен дуылғасының арасынан қақ желкеге қадалды. Убай ойбайлаған күйі жерге аунап түсті. Мүшриктер көтере-мүтере алып кетті. Жарасынан қан аққан жоқ, бірақ жанын жегідей жеді. Жолдастарына: «Уллахи, Мұхаммед мені өлтірді» деді. Бірнеше рет тілге келгенде қасындағылар оны жұбатып жатты. Убай демі біткенін аңдады. «Бір күн бойы сусадым, шөлдеп өліп барам» деп ыңқылдаған күйі көз жұмды. Бұл да Алла елшісі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам Алланың бүлдіруімен келешектен хабар берген бір мұғжизасы еді. Дұшпан әскері майдан шебін тастап Меккеге бағыт алған соң, пайғамбарымыз сахабаларымен бірге төбеден түсіп өлі денесі жерде жатқанмен рухтары биікте саңлаған шейіттерді аралады. Жүрегі мұңға толып, қайғыға шомды. Тағдырға мойынсыну қажеттігі болмаса, айналадағы көрініске жан шыдамас сірә. Жауан мәрт ержүрек сахабалардан айырылды. Құрайыш мүшриктерінің залымдығын айтуға тіл жетпес. Өлі денені паршалап айуанша кескілеген, кейбіреулерін тану мүмкін емес. Мұңды жанарын бір нүктеге қадап тұрып, Расуланың сондағы айтқаны: «Мен қиямет қайымда мына шейіттердің Алла жолында жандарын қиғанына куәлік айтамын» болды. Содан соң асқабына: «Бұларды қан күйінде орап жерлеңдер. Алла жолында ұрысып жарақат алғандар қиямет күні мақшарға жаралары қанаған күйі келеді.
қандарының түсі сол күйі болғанмен иісі қош шұбардай болады деді. Шейіттер арасында пайғамбарымыздың көкесі қаһарман сахаба Әзірет Хамза да бар еді. Кеудесі жарылып, молжаланған, өкпесі жұлынып алынған, мұрны құлағы кесілген, денесі әбден тесілген, тану мүмкін емес. Оның бұл халін көргенде Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам қайғырып, мүбәрәк көздерінен жас барлап қоя берді. Бұған дейін оның соншалықты мұңайғанын ешкім көрмеген. Шейіттердің мырзасы атанған сом тұлғасы батылдықтан тұратын Әзірет Хамзаның басында тұрып былай деді: «Уа Хамза, ешқашан ешкім сенің көргеніңді көрмеген, көрмейді де, мен үшін де мұнан асқан азап жоқ шығар. Уа Расуланың көкесі Хамза, уа Алланың және оның Расулының арыстаны Хамза, уа қайырымдылық символы Хамза, уа Расуланың қорғаушысы болған Хамза, Алла саған рахымын жаудырсын. Егер сенің артыңнан аза тұту қажет болса, шаттануды ұмытып, өмір бойы сені жоқтар едім». Сол кезде Мәдина жақтан шаңдатып жан ұшыра жүгіріп келе жатқан бір әйелі жұрттың назарын аударады. Бұл Әзірет Хамзаның туған қарындасы Әзірет Сафия еді. Бауырын көрмекке ұмтылған ол алғаш кездескен кісіден Хамзаның қайда екенін сұрады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Сафияның жақындағанын аңғарып, ұлы Зүбәйір ибн Ауамға: «Анаң айт, кері қайтсын, бауырының мәйітін мына күйде көрмесін» деді. Әзірет Зүбәйір анасының алдын орақтап: «Анашым, Расулла қайтсын» деп бұйырды деді. Әзірет Сафия болса: «Егер оның не халде екенін көрмеуім керек болса, онсыз да бауырымның сау тамтығы қалмағанын естіп келемін. Ол бұндай азапқа Алла үшін төзді. Біз Алла жолында онан да зорына разымыз. Сауабын тек Алладан күтеміз. Иншалла сабыр сақтап шыдаймыз» деп ерлерше жауап берді. Әзірет Зүбәйір анасының айтқанын сөзбе-сөз жеткізгенде пайғамбарымыз Әзірет Сафияның бауыры Хамзаны көруіне рұқсат берді. Сафия шейіттер мырзасы бауырының басында отырып үн-түнсіз егілді. Қасында тұрған Алла елшісі де көз жасына ерік берді. Мұңды да ғибратқа толы көрініс, айнала қайғыдан қарайғандай. Тағдырға мойынсұнған Әзірет Сафия сабырын «Бәріміз Алладан келдік, оған қайта ораламыз» аятымен білдірді. Бауырына Алладан мейірім тілеп дұға бағыштады. Сол мезетте періште Жәбірейіл келіп пайғамбарымызға ержүрек Хамза жайында көк жүзінде Алланың және Расулының арыстаны деп жазылғанын хабарлады. Алла елшісі бұл сүйіншілі хабарды Әзірет Сафияға жеткізді. Шейіттер арасында ислам қолының ту ұстаушысы Мұсхаб ибн Умайр да бар еді. Алла елшісі оның мәйіті қасына барып, Ахзаб сүресінің мүміндердің арасында Аллаға берген сертінде тұрған нағыз ерлер бар. Олардың кейбірі уәдесінде тұрып, Алла жолында жанын пида қылды. Енді біреуі өз кезегін күтуде. Олар серттерінен әсте тайғанда, әуелгі қалыптарынан еш айнығанда емес деп келетін 23-ші аятын оқыды. Жолдастары Әзірет Мұсхабты кебіндейтін мата таба алмайды. Үстіндегі киімін басына тартса, аяқ жағы ашылып, аяғына тартса, басы ашық қалады. Пайғамбарымыз мұны көріп, басын өзінің шапанымен, аяқ жағын жұпар істі шөппен жабыңдар деп бұйырды. Алла жолында, Расулалла мен ислам жолында қиыншылыққа төзіп, ақыры шейіт болу, өлген соң орайтын кебіні де болмай, шөппен кебіндеу бақыты кез келгенге бұйырған ба? Мұнан соң адамзаттың ардақтысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам шейіт болғандардың намазын шығарды. Кейбір мәліметтерде Ухуд шейіттерінің намазы жерленгеннен соң 8 жылдан кейін шығарылғаны жайлы айтылады. Пайғамбарымыз шейіттердің сауыт сайманы мен қарулары алынған соң үстеріндегі қанды киімдерімен көмуді бұйырды. Сахабалардың «Уа Расулла, алдымен қайсысын жерлейік» деген сұрағына Құранды көп білетінін бірінші көміңдер деді. Пайғамбарымыз мүшриктердің Мәдинаға басып кіріп, әйелдер мен бала шағаны қырып жоюы мүмкін екенін де ескермей қалмады. Сол себепті дұшпан әскерінің шынымен Меккеге кеткен-кетпегенін білу қажет болды. Әзірет Әлиді шақырып алып, сен дереу жолға шық,
мүшіріктердің ізін кес, не істеп не қойғандарынан хабардар болайық. Егер олар түйелеріне мініп аттарын жетектеген болса, Меккеге қайтуға бет бұрғаны. Ал егер аттарына мініп түйелерін жетекке алған болса, ниеттері Мәдинаға шабуылдау деп түсіндірді. Әзірет Әли мүшіріктерді сырттай қадағалап, түйеге мінгендіктерін, аттарын жетекке алғандарын айтып келеді. Шейіт сахабалардың жаназасы шығарылып жерленгеннен кейін адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мұхажиртермен бірге Мәдинаға қайтуға ыңғайланды. Харра аталатын мекенге келгенде әскерін тоқтатып, Раббына жалбарына дұға етті. Я Алла, мақтауға, мадаққа сен ғана лайықсың. Я Алла, сенің ашып көрсеткеніңді жасыратын, жасырғаныңды ашатын құдірет жер бетінде жоқ. Сенің тура жолға салмағаныңды дұрыс бағытқа бұру мүмкін емес. Сенің хақиқатыңа бағыттағаныңды ақ жолдан ешкім тайдыра алмайды. Сенің бергеніңді ешкім бере алмайды. Бергеніңе ешкім тосқауыл да бола алмайды. Я Алла, мейірімділігің мен берекетіңді, рахымың мен дархандығыңды бізге көрсет, нәсіп ет. Я Алла, мен кедей болған күнімде сенен нығмет, қорыққан шағымда сенен сенім тілеймін. Я Алла, иманды бізге сүйдір, жүректерімізді иманмен безендір. Күпірліктен, қаққа қарсы шығудан сақтағайсың. Дініміз бен дүниемізге зиянды нәрселерді білетіндердің, тура жолға түскендердің қатарында қыл. Я Алла, бізге мұсылман ретінде өмір сүруді нәсіп ет, мұсылман болып өлуді жаз. Бізді қақ жолына шын берілген игілермен бірге қой. Олар ізгіліктен айнымаған, діндерінен бас тартпағандар. Я Алла, сенің пайғамбарыңа сенбей, сенің жолыңнан бас тартқан, пайғамбарыңмен соғысқан кәпірлердің жазасын бер, оларды азапта. Болмыс сұлтанның ынты-шынтымен қылған батасына мұхажиттер үздіксіз әмин деумен болды. Құдіретті Алла тағала сүйікті Расулының бұл дұғасын қабылдап, ислам дінінің дұшпандарын аз уақыттан соң үлкен зиянға ұшыратты. Мәдинаға оралу. Ислам қолы Шәуәл айының 7-сі сенбі күні кеш бата Мәдинаға келіп кірді. Шейіт болғандардың отбасы, әсіресе әйелдер, жылап-сықтап азан-қазан. Зарлы дауыстар, Алла елшісінің көзіне жас үйірді. Пайғамбарымыз аттан түсіп үлгермеген еді. Бір әйел жақын келді де, әкем де шешем де сенің жолында құрбан болсын. Уа Расулла, сен аман болсаң, қалған қиындықтың бәрі де түк емес деп, пайғамбарымыздың нұрлы жүзіне көз тастады. Бұл пайғамбарымыздың атының тізгінін ұстап тұрған сахаба Сағд ибн Муаздың анасы Убайд қызы Хабша еді. Соғыста ұлы Амр ибн Муаздың шейіт болғанын естіп, іші қан жылап тұрса да, Алла Расулының амандығын тілеген. Оның жоғарыдағы сөздері де ақиқат иманның Расуллаға шын берілгендіктің белгісі еді. Шейіт болған ұлынан бұрын Алла Расулының есендігіне көз жеткізіп, соған қуанған. Алла Расулы қаһарман әйелге көңіл айтып тұрып, былай деді: Уа Сағыттың анасы, саған және отбасыңа сүйіншім бар. Шейіт болғандардың бәрі жұмақтың төрінде бас қосып, достықты жалғастыруда. Олардың әрбірі туған туыстарына шапағатшы болады. Содан соң Хабша ханымның өтінішімен төмендегідей бата берді: Я Алла, олардың көңілдеріндегі қайғыны жойып, аман қалғандарын тірілердің ішінде ең қайырлы құлдарыңнан ет. Көңілінде Алланың сүйікті елшісіне деген сенім мен сүйіспеншілік орныққан сахаба Алла мен Расулы жолында жанын да қуана-қуана пида етуге дайын. Бауыр еті баласынан айырылып тұрып, сабырлығынан танбаған. Өйткені ислам сынды ұлы діннің биікке өрлеуі үшін жанқиярлық ерлік қажеттігін олар білетін. Иман үшін, Расулла үшін жанқиярлық көрсету Алланың назарындағы ең қымбат амал екенінде ұғынған. Сондықтан да пайғамбарлар сардары олар жайлы былай деген: Хақ тағала менің асхабымды нәбилер мен Расулдан кейінгі бүкіл әлемнің таңдаулысы етті. Пайғамбарымыз пәк шаңырағында. Ухудтан қайтқан сахабалар жеңілістің әсерінен айыға алмай, көкіректері қарс айырыла күрсініп, үйді-үйіне тараған сәтте Алла Расулы да отауына келді.
Қызы Фатимаға Зульфихарды беріп тұрып, қарағым мынаны қынына салып алып қоя ғой, уаллахи ол бүгін өз міндетін керегінше орындады деді. Болмыстың сұлтаны Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ертеңгі күнге үмітпен қарады. Жеңіліске аса мойымады, өйткені ерте ме кеш пе әйтеуір ақиқаттың жеңерін жақсы білетін. Оны Фатимаға қарап айтқан: алла жеңісті бізге нәсіп қылғанға дейін мүшриктер енді бізді жеңе алмайды деген сөздерінен байқаймыз. Мәдинаға келгеннен соң пайғамбарымыз мүшриктерден қауіп келмесіне кепілдік ала қоймаған. Кез келген сәтте кәпірлердің шабуылдауы мүмкін болғандықтан мұсылмандар түнде пайғамбарымыздың отауын күзетеді. Ухудтағы жеңілістің астарына үңілсек, Ухуд шайқасында мұсылмандардың жеңіліске ұшырауы, кейбіреулерінің жараланып, енді бір бөлігінің шейіт болуының кейбір себептері төмендегідей. Бірінші, Аллаға және оның расулының әмірлеріне титтей қарсылық мұсылмандардың басына үлкен қауіп төндірері осы жолы көрсетілді. Өйткені пайғамбарымыз айнайын төбесіндегі бақылаушы атқыштарға қандай жағдайда да бұйрық келмейінше орындарынан қозғалмауды бұйырған еді. Бірақ атқыштар мұсылмандар жеңді деген сәтте жеңіс аяқ астынан жеңіліске айналды. Екінші, пайғамбардың да дүниеде бейнет шегетіні, әбігерге түсетіні ашық көрсетілді. Өйткені олар адамзат үшін жетекші ретінде жіберілген. Алла Расулы бүкіл адамзат қауымының жетекші имамы ретінде бұл дүниеге жіберілген. Адамдар жеке өмірде де, қоғамдық ортада да сол нұрды тұлғадан саллаллаху алейхи вассалам дәріс алуға мәжбүр. Егер әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам өмірінің барлық сәті мұғжиза мен кереметтерден тұрса, онда ол адамзаттың ұлы жетекшісі бола алмас еді. Сол себепті әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам тек пайғамбарлық дәлелін айқын көрсету қажет болғанда, мүшриктердің Аллаға қарсылығын жаратылысқа қайшылық екенін ұғындыру үшін мұғжиза көрсеткен. Басқа уақытта ол да өзге адамдар тәрізді өмір сүрген, бейнетте шеккен, соғыста жараланып қиналғанда. Сондай-ақ егер Расулла ылғи да мұғжизалармен өмір сүрген болса, ол дүние емтиханына қайшылық болар еді. Ондай жағдайда Әбу Жахил де, Әбу Лахаб та иманға келген әзірет Әбу Бәкірмен бір дәрежені ұстанар еді. Яғни нағыз мұсылман мен мұнафықты ажырату мүмкін болмай қалар еді. Әсіресе шайқастар кезінде, илахи көмек кешіккен сәттерде жүрекпен иман келтірмеген екіжүзділер сөздерімен, істерімен шын бет бейнесін білдіріп қоятын. Үшінші, мүшриктер арасында келешекте сахабалар сапына қосылып, иманның жүгін арқалайтын Халид ибн Уалид, Әмір ибн Астар бар болатын. Алланың хикметі болар, бәлкім болашақта сахабалар қатарында ұлы қызметтер атқаратын осы адамдардың бетін қайтармай, келешектегі имани ерліктер үшін әзірден жеңіс тұғырына көтерілгені. Демек, өткен шақтағы сахабалар болашақтың сахабаларынан жеңіліс тапты. Құдды келешектің иман кемеңгерлері қылыш пен найзадан қауіптенбей, ақиқаттан аяқ тартып, исламды қабылдауы керек болған болар. Өзге де маңызды оқиғалар. Пайғамбарымыздың әзірет Хафсамен үйленуі. Хижреттің 3-ші жылы, Шағбан айы. Ухуд соғысынан 2 ай бұрын пайғамбарымыз әзірет Омардың қызы әзірет Хафсамен үйленеді. Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық міндеті жүктелмес бұрын дүниеге келген әзірет Хафса бұған дейін Хунайс ибн Хузафаға үйленген. Хунайс өліп, әзірет Хафса жесір қалады. Әзірет Омар қызы Хафсаны әзірет Османға, одан жауап болмаған соң әзірет Әбу Бәкірге бермек болады. Ол да ыңғай білдірмеген соң, жесір қалған қызының тағдырына қатты алаңдаған әке Алла Расулына келіп уайымын ақтарады. Әзірет Омардың ішкі қиналысын сезген Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам досының одан әрі мұңайғанын қаламай, мен саған Османнан да қайырлы күйеу бала, Османға менен де қайырлы қайнатаны айтайын ба деп сұрады. Әзірет Омар, құлағым сенде, уа Расулла дейді. Сонда Алла Расулы, сен қызың Хафсаны менімен некеле, мен қызым Үммі Күлсімді Османға берейін деді. Әзірет Омар бұл күтпеген ұсынысқа қатты қуанып қабыл етті. Сөйтіп Расулла Хафсаны пәк те мүбәрек зайыптарының қатарына қосты. Қызы Үммі Күлсімнің әзірет Османмен некесін қиды.
Әзірет Осман бұған дейін пайғамбардың қызы Рухиямен шаңырақ көтерген. Рухия о дүниелік болып пайғамбардың екінші қызымен үйленгендіктен оған Зиннурайн, яғни екі нұрдың иесі лақабы берілген. Әзірет Хасанның дүниеге келуі. Осы жылы Алла елшісін ерекше шаттыққа кенелткен оқиға жүзеге асты. Немересі Хасан дүниеге келді. Хасан немерелерінің ішіндегі пайғамбарымызға қатты ұқсайтын еді. Анасы Фатима ұлын аймалағанда Расулаға ұқсайтын балапаным дейтін. Пайғамбарымыз немерелері Хасан мен Хусейнді өте жақсы көрген. Олармен ойнап, иығына отырғызып, осы екеуі менің дүниеде иіскеп аймалаған екі райханым дейтін. Хасанды мойнына отырғызып, «Е Алла, мен оны жақсы көрем, сен де жақсы көргейсің. Оны жақсы көргенді де сүйіспеншілігіңнен махрұм етпе» деп дұға еткен.